Сәлеметсіздер ме? Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Рамазанова Арайлым Жанатаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және халықаралық жағдайы. Сабағымыздың негізгі мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасының қалыптасуы, оның әлемдік қауымдастықтың тең құқылы мүшесі болу үшін түрлі халықаралық ұйымдармен байланысын, өзінің айналасындағы елдермен қауіпсіздігін, егемендігін, аумақтық тұтастығын сақтау қажеттігін түсіндіру. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын мәселелер: егеменді Қазақстанды дүниежүзілік қауымдастықтың тануы, Қазақстанның халықаралық байланысының дамуы, Қазақстан-Ресей байланыстары, Қазақстан-Қытай байланыстары, Қазақстан және халықаралық ұйымдарға тоқталу. Жаңа тақырыбымызды бастамастан бұрын сыртқы саясат дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп өтейін. Сыртқы саясат дегеніміз мемлекеттермен және қоғамның басқа саяси институттарының өздерінің мүдделері халықаралық аренадағы сұраныстарын жүзеге асырудағы іс-әрекеттерін атаймыз. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты өзінің белсенділігімен, тепе-теңдік сақтау ұмтылысымен, прагматизмдігімен, сындарлы сұхбат жүргізуге талпынысымен және көп жақты ынтымақтастыққа бағытталғандығымен ерекшеленеді. Қазақстанның өзге мемлекеттермен тең құқылы және екі жаққа да тиімді қарым-қатынас құруға дайындығы оның бүгінгі күнгі дипломатиялық байланыс орнатқан шет мемлекеттерінің санының көптігімен дәлелденіп отыр. Егеменді Қазақстанды дүниежүзілік қауымдастықтың тануы. Жалпы қазіргі кезде Қазақстанның көп ғасырлар бойы туысқандық, мәдени, саяси және экономикалық қарым-қатынаста болып келген көршілес Орта Азия мемлекеттерімен ынтымақтастығы ерекше серпін алып отыр. Аймақтың ең ірі мемлекеті ретінде ғана емес, экономикасы едәуір алға басқан Қазақстан аймақ бойынша көршілес елдермен тығыз қарым-қатынас орнатуға қызығушылық білдіруде. Ал 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздік туралы декларация жариялады, сөйтіп дүниежүзілік қауымдастыққа енуге мүмкіндік алды. 1992 жылдың қаңтарда 9 шет мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатты. Тәуелсіз Қазақстанды әлем мемлекеттерінің арасында ең бірінші болып таныған ол бауырлас Түркия Республикасы болды. 1992 жылдың ортасына қарай республика тәуелсіздігін жер шарының 30-дан астам мемлекеті мойындады. Жалпы 1999 жылдың басына қарай дүниежүзінің 150 мемлекеті танып, 106 мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды. Қазақстанның халықаралық байланысының дамуына тоқталайық. Қазақстан сыртқы саясатта басты үш мәселеге ерекше назар аударған. Біріншісі ТМД, Азия, Европа елдері, ақш, Тынық мұхит, Таяу шығыс аймағы елдерімен халықаралық байланысты өркендету. Екіншісі мәдени-экономикалық байланысты күшейте отырып, алдыңғы қатарлы өркениетті елдердің қатарына қосылу. Ал үшіншісі Қазақстанның сыртқы саясатында ерекше назар аударатын мәселе ол әрине ең жақын және ірі көрші мемлекеттермен, яғни солтүстіктегі Ресеймен, шығыстағы Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынас орнату болды. Қазақстан-Ресей байланыстарына тоқталайық. Қазақстанның сыртқы саясатының басты бағыттарының бірі ол Ресеймен қарым-қатынас болып табылады. Бұл мемлекетпен біздің ел көп жылдар бойы тығыз қарым-қатынаста болып келеді. Өзара бөлісіп жатқан мемлекеттік шекараның ұзындығының өзі 7591 шақырым екен. Қазақстан мен Ресей арасында отын-энергетикалық кешен, көлік және коммуникация, әскери техникалық және қорғаныс өнеркәсібі салалары бойынша байланыс орныққан. Қазақстан-Ресей қарым-қатынасының бір тұтас спектрі көптеген екі жақты құжаттар және келісімдермен реттелуде. 1992 жылғы 25 мамырда Қазақстан мен Ресей арасында достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шарт жасалған болатын. 1995 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығын кеңейту туралы декларация жарияланды. Ал бір жылдан кейін 1996 жылы 27 сәуірде Алматыда екі ел бірлескен декларациясына қол қойылды. Декларацияның маңызы біріншіден екі ел арасындағы егемендікті, тәуелсіздікті құрметтеу болса, ал екіншіден аумақтық тұтастық пен бір-бірінің ішкі істеріне араласпау ұстанымдарын сақтау. 1998 жылы 6 шілдеде Мәскеуде 3 ғасырға бағдарланған мәңгі достық пен ынтымақтастық туралы декларация жарияланды. Нәтижелері төменде көрсетілгендей, біріншісі Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі проблемасын шешуді алға қойды, екінші қаржылық өзара келіспеушіліктерді реттеуді шешу, үшінші Байқоңыр ғарыш орталығын
бірлесіп пайдалану сияқты мәселелері қаралды. Қазақстан-Қытай байланыстарына тоқталайық. Біздің мемлекетіміздің тағы да бір көршілес елмен қарым-қатынасы серпінді даму үстінде. Бұл Қытай Халық Республикасы. Жыл сайын екі ел арасындағы тауар айналымы өсіп, экономика, мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық салаларында көптеген ірі жобалар жүзеге асырылып отыр. Ұдайы қарым-қатынас арқасында екі ел басшыларының арасындағы байланыс нығайып келеді. 1992 жылғы тамызда Қазақстан президентінің Қытай Халық Республикасына алғаш сапары болды. Нәтижесінде барлық байланыс жолдары ашылды. 1994 жылғы сәуір айында Қазақстан мен Қытай арасында шекара аумағын заңдастырып белгілеу жөніндегі келісімге қол қойылды. 1998-1999 жылдары Қазақстан-Қытай арасында келісімдер нәтижесінде шекараны нақтылау негізінен аяқталды. Қазақстан-ақш байланыстары. Оған қоса Қазақстанның Америка Құрама Штаттарымен байланысы жылдан жылға нығая түсуде. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының президентінің 2006 жылғы ақш-қа ресми сапары қазақстандық-американдық арақатынастың дамуына және нығая түсуіне септік еткен маңызды шара болған болатын. Сапар барысында екі ел арасында болған сындарлы сұхбаттары кезінде қауіпсіздік, терроризммен күрес, энергетикалық саладағы байланыстың дамуы және Қазақстан Республикасындағы жоғары технологиялық, инновациялық өндірістерді дамыту процесінде американдық компаниялардың атсалысуы туралы проблемалар талқыланды. Қазақстанның сыртқы саясатында жалпы ақш пен қарым-қатынастың маңызы өте зор болып табылады. 1991 жыл 25 желтоқсанда ақш Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін таныған болатын. 1997 жылы Қазақстан мен ақш арасында экономикалық әріптестік бағдарламасы жасалды. Қазақстан және халықаралық ұйымдар. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген халықаралық ұйымдарға мүше болды. Жалпы халықаралық қоғамдастықтағы еліміздің позитивті образының қалыптасуы және оның халықаралық мәртебеге ие болуы сыртқы саясатты жүргізудегі республика басшылығының көрегендік шешімдерінен мүмкін болды. Қазақстан халықаралық ұйымдарға мүше Біріккен ұлттар ұйымына, ЮНЕСКО, Еуропалық одаққа, Шанхай ұйымдастығына ие. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 наурызында бәрімізге белгілі Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымына мүшелікке қабылданған болатын. 1992 жылдан бері Қазақстан тек қана халықаралық қауымдастықтың мүшесі ретінде қабылданып қоймай, сонымен бірге онда өзінің лайықты орнын да таба білді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы. 2001 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше болып келеді. Қазіргі кезде Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстанның басын қосып отыр. Ал бұл ұйымдағы бақылаушы мемлекеттерге Моңғолия, Иран, Үндістан және Пәкістан кіреді. Жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымы 1996 жылы Шанхай бестігі деген атаумен құрылған халықаралық ұйым болатын. Құрылтайшылар болып алдынан Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей және Тәжікстан кірген. 2001 жылдың маусымында Өзбекстан Республикасы да ұйымға кірді. Ислам конференциясы ұйымына тоқталайық. Қазақстан 1995 жылы Ислам конференциясы ұйымның мүшелігіне қабылданды. Ислам әлеммен белсенді ықпалдастық ол Қазақстанның сыртқы саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. Өз жағынан, Ислам әлемі Қазақстанды мұсылман қоғамдастығының ажырамас мүшесі ретінде қарастырды. Қазақстанның Ислам әлемімен қарым-қатынасының тереңдей түсуі турасында 2006-2007 жылдар аралығында бұл байланыстың қарқындылығы байқалғанын атап өтуге болады. 2007 жылы Қазақстан Республикасының президенті Мысыр, Катар, Сирия, Біріккен Араб Әмірліктерінде ресми сапармен болып қайтты. Ал Қазақстанға Мысыр президенті Мүбәрак және Иордания королі Абдалла II келді. Бұның бәрі біздің еліміздің және ислам мен араб әлемінің арасындағы қарым-қатынастарының жаңа деңгейге көтерілгендігінің бірден бір белгісі болып табылады.
2003, 2006, 2009 жылдарда 3 рет өткен және халықаралық деңгейде жоғары бағаға ие болған әлем және дәстүрлі діндер басшыларының съезі өтті. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 62-ші сессиясында сөйлеген сөзінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашақ съездің Біріккен ұлттар ұйымы аясында өткізілуі туралы ұсыныс жасаған болатын. Сабағымызды қорытындылай келе, біз жалпы сыртқы саясаттың жасалуы және жүргізілуі ешқашан ішкі саясаттан бөлек жүзеге асырылмайтынын түсіндік. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан әлемдік қауымдастықтың толыққанды мүшесі болды. Оның бастамалары, тәжірибе жөнінде әрқашан кең қолдау тапты және нақты іс жүзіне асырылып отырды. Бүгін біздің еліміз халықаралық дәрежеде танылудың жаңа сапалық деңгейіне көтерілді. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.